болады 500 теңге адам басына. Осылай міне кіресің. Старый Шымкент, Шымқала деген жерде жүрміз. Старый Шымкент, крепость. Шымқала деген жер. Археологический қазба жері. Осындай батырлар мені қорғаған. Мені осындай құмыралар табылған осындай. Цитадель. 2200 жылдан аса тарихы бар ескі Шымқала. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан орта ғасырлық цитадель ізі сақталған жер. Өте көне. На жақта раскопки еще ведутся. Пушки дейтін разные. Үлкен құдаларменен. Пушкалар. Каравандар штып жүрген ғой, шелковый путь. Бір воротасы. Пушкалар. Зындан дейді. Түрме ғой. Сақтасы ішінде бар екен, бір макет бар екен. Осындай болған бұрынғы заман түрмелері. Мына жерде қазба жұмысы жүрген екен. Мына жерде әйнектің ішіне сүйектердің бәрін шығарып қойыпты. Нен сүйек екен білмеймін. Мына жерде құмыралар. Осындай. Не деген сақталған десеңші. Үлкен құмыра. Керемет енді. Керемет әсер аласың. Құдды бір сол заманда жүргендей боласың. Мынау не нәрсе? Стөл ма? Түріктермен амандасып алдым. Ұстахана. Осындай ұсталар болған. Жасаған осындай нәрсенің бәрін. Қол өнер қазіргі сияқты кнопка емес. Міне осындай ата бабаларымыз осылай жеткізген бізді. Сауыттар, бас киім, соғысқанда киетін қалқандар, найзалар. Мен осындай үлкен найзаларды ұстаған кезінде. Ай балта сияқты. Қылыш жасап отыр. Қыздырып. Қылыштар. Керемет енді. Қазағымыз осылай тұрған. Осылай шымылдақ. Міне қазақтардың киімдері. Қалқан. Осылай. Анасы мен қызы, бесігі, шапшақ, май пісіретін нәрселер. Киімдері қазақтың. Осылай тұрған кезінде. Домбыраларын тартып. Олар умывальниктері осылай. Пеш астынан жылайды.
Üstü жылы болып тұрады. Жатын бөлме екен ғой. Спальня. Мына қонақ бөлме. Мынау екен қонақ бөлме. Осындай кез ғой. Саған қылыштармен. Ертоқым қайсан қай заман? Мынау ана ғой. Қолдарына іліп алып Шоқпар дейді. шоқпарлар бар. Мынау енді бер жақтағылар. Мылтықтар болған арқанменен. Қылыш. Кім отыратын мынау? Патефон. Патефон. Ескі көне. Мебельдер, оқтар. Алар не? Шегелер табылған. Перодан ручка. Білмеймін не екенін. Мамбаттағы қаламсағыш дейді. Штамп екен мынау, печать. Свечка. Осындай қоңыраған бар. Монеталар. Мыналар қол жуғыш дейді. Жуып астына қарай слифтер кетеді. Чаша. Мынау сынды көне. Саудагерлер осындай болған. Төбенің үстінде. Осындай сағат часыны осылай тұрғызып қойған. Осылай біз ескі Шымқаланы түгел аралап шықтық. Керемет әсердеміз. Өте көне нәрселер табылған музейлерде. Керемет, бізге Шымқала өте ұнады. Қайғы кетіп қалдық, білмеймін. Жүріп келе жатырмыз. Неровный екен, подъемда тұрған сияқты. Қай аяқта жүрмін, вообще білмеймін. Круговое движение, первый съезд. Подземкалар. Жилой комплекс, да? Қазыбекбе деген қонақтай. Осылай Шымкентті біз аралап жүрміз. Көріп жүрміз. Прицепімізді үйімізді қалдырып кеткенбіз Дендропаркке. Тек осы көлігімізбен ғана жүрміз. Қазір біз бір Қошқар ата деген бұлақ су. Сол жаққа бара жатырмыз. Қошқар ата деген жерге бара жатырмыз. Су. Жерден шыққан таза су ем дейді, шипа дейді. Келдер шомылып жатыр. Осы Қошқар ата деген су. Su mu? Mına su eкен, tap kızı. Mına su eкен. Қандай әдемі су.
осындай су Қошқар ата дейді. Вообще ледяной вода невозможно. Су қатып қалдым. Міне осындай су. Мөлдір. Мөлдір осылай шомылады. Осындай су. Осылай Қошқар атаның суына да шомылдық. Енді керемет әсер алдық. Мына далада күн ыстық, ана су мұздай. Енді керемет, сөзім жоқ. Шымкент тамаша екен. Мына жол и вот көшеде Шымкентте осында қып-қызыл алма өсіп тұр. Светофорда тұрмыз. Ыстығы бар ғой? Хороший ыстық, әдем ыстық. Жұмсақ ыстық, короче. Айбат ыстық. И арасында жел де бар. Былай жүре берсең, сондай ыстық, ақуқ емес, но нормально такой, айбат. Білмеймін, приятно. Вообще климат суперский. Күштер шомылып, міне енді үй жаққа бара жатырмыз. Жолдар әдемі, елка везде. Парк деген өте көп. Фонтаны, парк. Міне зеленый, міне Через 1 осылайлар, километр 500 всякие. метров съезд. Поверните направо. Жемшедек өте көп екен енді. Жүрмін. Шайлар, мыналар. Осында өркмейіздер. Қазір шығарды алам. Бәрі бар енді. Осындай базар деген. Осындай, это базар. Шымкенттің каркаделі. Күріштердің міне түрлері бар. Күріштің түрлері бар. Специя. Шымкенттің бананы бар ма, қыздар? Шымкенттің бананы бар ма? Шымкенттің бананы тауып жеу керек. Бәрі бар. Осындай примерно базарлары. Иісі күшті. Вишняңыз қаншадан? 500. Пловка, морковкасы дайын. Күріші дайын. Лағманың дайын. Лағманды алдық. Лағман жасап жеу керек екен. Клубника қаншадан килосы? Шарына бермейсіз ба? 2 килосы. Қазір міне. Жарайды, мешать не буду. Дальше жүре берейік. Қаншадан килосы клубника? 2,5. Әдемі. Надо су атқылаптыр. Шысынай, наверное. Вентилятор су атқылаптыр ғой. Шымкенттің базары. Бәрі бар. Не керек, бәрі бар. Осындай алмалар 200 теңге дейді килосы. Шымкентский плов. Міне. Міне мынандай самсы. Осындай самсы алып отырмыз. Міне сендер айттыңдар ғой. Міне ноттармен. Шашлық жемейміз. Рахмет. Плов наны осын көп семір кетеміз. Жанат кеттік. Осындай аламыз, кетеміз. Вот такой. Балдар, қарап алыңдар. Вниз. Да? Ана талдың бір дендропарк шы? Мына бірі. Енді келгенбіз біз. Бақ жақтан келгенбіз. Бүгін понедельник па, вторник па, Жанат? Вообще не помню уже. Еще понедельник может. Выйдет, Автосалон. Екі көрпасы тұрады. Бұл да татып тұрады. Қарап аламыз. Бұл біздің дендропарк па? Поверните направо. Біздің тұрған жеріміз. Бұл дендропарк.
үйге келдік. Сағат 3-тен 25 кетті. 45 градус. Узбекский плов и узбекские самсы. Обедтен етіп отырмыз. Лепешки узбекские тоже бәрі. Сметана домашняя. И помидор домашний. И алма деш. Яблоки. Иісі керемет енді. Алма несі ұрып тұр. Үйдің бәрі алма несі ұрып кетті. Арбузымыз бар, ташкентский. Міне самыз, вот такой. Міне палуымыз. Міне етін мол қылып палу жасап берді бағанағы. Салат салып берді, қаймақ, лепешка. Вот такие у нас. Ал енді обед ішеміз да. Вот мынау бульон деген осылай, үй тауықтікі осылай шығу керек. Сорпа. Ана карачкадан сорпалар не пойдет. Парк. И вот вишня деген жетеді. Теріп алайын деп отырмын. Варенье қайнататын шығармын. Қанатын әрді ара тұр ғой. Айтпайсың ба, мен шақ тастады. Ернім бәрін, аузым бәрін шақ тастады. Меня укусила ара. Аса. Аузым ситін болды енді. Бердім, еткені жоқ. Арғырай мен бәрін теріп салдым. Анан ар жағында ара жаққа барғым келмейді. Много ара. Осындай вишня теріп алдым. Енді мына өріктерін деп отырмын. Күшті екен. Вишня теріп алдым, енді өрік. Короче, осындай. Өрік деген қаптап тұр. Өте тәтті өрік. Прямо вообще езіліп тұр. Прямо езіліп тұр. Вот это алча. Алча жинап жатырмын. Алча собираю. 5 минутта, 10 минутта осынайсын. Бір бақыр собирать етіп алдым. Өрік. Мен толтырып теріп алдым. Вообще мені көп екен өріктер. Басқа талнау. Красной вишняның үстінде тура вишня сияқты желтый, но это алча. Вкус совсем другой. А это өрік, медовый өрік. Красная вишня. Беріп отырмыз, міне папаң екеуміз тазалап, үйге варенье жасап апарамыз бұйырса. Міне вишня и вот өрік. Ана жақта алма. Такое красота сделала. Варенье алчадан. Вообще күшті болып шықты енді. Жабайын деп жатырмын. Потом алмадан варенье жасайым. Қонақ жайлыларға қонақ екенсіңдер деп нөмірімізді көріп, бізге осындай сусын әкеп кетті. Жерде сағат 3-тен 25 кетті. 45 градус болып тұр. Далада бетіп тұрмыз. Стоянканың бұрышында. Су тауып алдық. Су прямо жалғалады. И слив. Біз кеттік. Дендропарктан шығып, кетіп бара жатырмыз. Сторону Туркестан. Қазір бір неге баруымыз мүмкін. Жандай. Үңгір пещера. Үлкен. Соған баруымыз мүмкін. Убирает. Керемет екен енді. Міне Бәйдібек бидің несі. Қазір көрсетемін. Міне Бәйдібек би памятнигі осындай. Күшті енді Шымкент. Вообще шикарно. Әрең кетіп бара жатырмын, чуть жылайын деп. Ну, күшті да, Жанат? Шымкент тамаша ма екен? Да. Шикарно екен Шымкент. Несі? Климаты. Ақырын жел тұрып тұр мен сам. Шикарно.
Балалар, мына Шымкент Сити. Специально тоқтатым Айли мен Жанелге, что-то надо купить. Қойдық домикті. Все, будем гулять на Шымкент Сити Мол. Астанадан бір кем жоқ. Все есть. Айсмаки, айкики, все есть. Опа, дениze кеттік. Папасы, привет де. Привет. Так. Вот мене. Bu men. Әперейін ба? Екеуіне екеу. Маған болатын сияқты. Размерлері. Мында екінші мол. Қой кеттік. Біздікі сырт қой. Қаланың ішіне кіріп кетіппіз. Сыртқа. Әрең кетіп бара жатыр. Қимай кеткім келмейді, но әбден үйреніп қалдым. Вот такие дома, короче. Осындай. Міне. Міне бәрі бар. Бәрі өте дамыған. Осылай біз Шымкент қаласында 4 күн тамаша демалдық. 5-ші күні міне жолға шығып бара жатырмыз. Ақ мешіт деген пещераға бара жатырмыз, үңгір. Одан әрі Түркістан қаласына баруымыз керек. Керемет демалдық. Шымкент бізге өте қатты ұнады. Шымкенттіктер өте қонақжай екен. Келіп амандасып жатты. Астанадан келген екенсіңдер деп. Тіпті бір жас жігіт бізге мұздай салқын сусын әкеп беріп, амандасып, Астанадан келіпсіңдер, қош келдіңдер деп айтып кетті амандасып. Ол жігіт көріп отырса, үлкен рахметімізді айтамыз. Жасы ұзақ, бақытты болсын.